Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 1 сәуір 2025 жыл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырзаға, Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай мырзаға, Маңғыстау облысы Қаздот акционерлік қоғамы Бейнеу ауданына қарасты Шағырлы Шөміші газ кен орны қызметкері атынан видео үндеу. Біздер Шағырлы Шөміші газ кен орны қызметкерлері айлық жалақымыздың төмен екендігін айтып, қазіргі таңдағы басты мәселе айлық жалақымызды 50%-ға көтеру және де 13-ші сыйлықақы беру жөнінде мекеме басшылығына өз арыз талабымызды жазған болатынбыз. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық жалақымызды 5%-ға көтерілді. Кен орын қызметкерлері еліміздегі қымбатшылыққа байланысты айлық жалақымыздың аз мөлшерде көтерілгеніне қанағаттанбайтынымызды жеткізіп, тағы да көтеруін талап еткен болатынбыз. Бірақ айлық жалақымыздың бұдан әрі көтерілмейтіндігін хаттама түрінде жауап берген болатын. Ендігі жерде сіздерден осы мәселені оң нәтижемен шешілуіне ықпал етуін сұраймыз. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз!